Бесінші күйеуден бағым жанар ма екен? Өмірде болған оқиға бәлкім басқаларға сабақ болар. Мен 5 рет тұрмыс құрған адаммын. Бірінші күйеуімді Алматыда оқып жүргенімде кезіктірдім. Ол профессорлық атағы бар, орта жастан асып кеткен адам еді. Ауылдан барған маған үлкен қаланың қым-қуыт тірлігіне үйрену қиын болды. Бастапқыда әлгі мұғалім мені кітаптар мен оқу материалдарын беруге өз үйіне шақырып жүрді. Өзім жетім өскен адаммын. Bir күні ол маған: "Мына дағарадай үйде жалғыз тұрып жатырмын. Сені көптен бері танимын. Қызымдай болып кеттің ғой. Менің бала-шағам кезінде шешесімен еріп кеткен. Шай басында шүйіркелесіп отыруға да серік керек екен. Осында тұрсаңшы" деп ұсыныс тастады. Мен бас тартқан жоқпын. Алматыда жайлы үйде тұрып оқудан кім бас тартсын? Профессордың ойы басқа екенін кейін ұқтым. Бара-бара ол маған жылы-жылы сөйлеп, шектен тыс қамқорлық таныта бастады. Оған қалай көніп қалғанымды өзім де білмей қалдым. Сөйтіп екеуміз біраз уақыттан кейін ерлі-зайыптылардай күн кешіп жаттық. Күндердің күнінде мен жүкті екенімді түсіндім. Институтта бұл кезде мен туралы күбір-сыбырлар басталды. Жылдамырақ академиялық демалыс алып оқудан шығып кеттім. Әлгі адаммен кәдімгі отбасына айналдық. Ол ылғи да маған баламыздың болашағы туралы әңгіме айтатын. Осы үйімді балама қалдырамын, соның атына жазып қоямын деуші еді, ылғи да. Оны қатты сүймесем де кәдімгідей бауыр басып қалған едім. Және оның үй туралы әңгімесі маған қатты ұнап жүрді. Айы күнім жетіп, дүниеге ұл бала алып келдім. Әкесінің қуанышында шек жоқ. Атын Серік деп өзі қойды. Іштей оқуымның бөгеліп қалғанына ренжіңкіресем де, сырт қарағанда біз жап-жақсы отбасы едік. Бірақ мұнымыз ұзаққа бармады. Жолдасым кенеттен келген сырқаттан ойламаған жерден көз жұмды. Оның туған туыстарының бәрі оның өлімін менен көріп, "Сен жұттың албасты неме" деп қатты сөздер айтты. Содан оңтүстікте тұратын ағайын інілері келіп, нотариусқа сотқа барып, үйді өз аттарына жаздырып алды. Менің баламның тегі әкесіне жазылса да, оны кісі құрлы көрген жан болған жоқ. Сөйтіп мен далада қалдым. Содан баламды құшақтап, ауылда тұратын әпкемді жағаламақ болдым. Қанша айтқанмен туғаным емес пе? Әпкем баламды өзі алып қалып, мені оқуға жіберуге келісті. Жездем онша ұнатыңқырамаса да солай істейтін болдық. Сол жылы күзде оқуымды жалғастырдым, бірақ көңілім балаға алаңдаулы болып, дұрыс оқи алмадым. Сөйтіп мейрамханаға даяшы болып, әрі еден жуып, сырттай оқуға ауысып кеттім. Есесіне арасында балама киім-кешек, оны-мұны жіберіп тұратындай мүмкіндігім болды. Өкініштісі, мен сол кезде қайындарым қолыма ешбір құжат бермегендіктен батылым жетіп, бала әкесінің қайтыс болғанына байланысты зейнетақы рәсімдей алмадым. Сол кезде менің бар ойым оқуымды бітіруден гөрі баламды өз қолыма алу болатын. Бірақ ол үшін үйім болу керек. Ал маған үй қайдан келсін? Сондықтан баспаналы болудың жалғыз жолы үйі бар еркектің етегінен ұстау деп білдім. Сөйтіп жүріп, бір күні мейрамханада жүргізуші болып істейтін Саят деген жігітпен таныстым. Кейде мейрамхананың басшылары мені онда-мұнда жұмсайтын еді. Сондай кезде Саят екеуміз жолда әңгіме дүкен құратынбыз. Саят өзінің осы уақытқа дейін үйленбей жүргенін, жүрегі ешкімді қаламағанын, бірнеше көлігі, Қарағандыда пәтері, ауылда үйі барын айтып, тамсандыратын еді. Бірте-бірте Саятқа қызыға бастадым. Маған Алматыда тұру шарт емес қой, үйім болса болды емес пе? Саят екеуміз жақын болып бара жаттық. Ол менің балама әке болуға дайын екендігін білдірді. Сөйтіп, бір күні ол мені үйіне апарып, келін қылып түсіретін болды. Ең алдымен туған босағамды көрсетейін, сосын осында қайтып келіп, жұмыстарымызды реттеп, бәлкім Қарағандыда тұрармыз, бәлкім ол пәтер мен ауылдағы үйді сатып, Алматыда тұрақтармыз. Өзің не қаласаң, сол болады ғой, деді ол. Bir күні оның ауылына тартып кеттік. Барсақ, Саяттың үйі өте жұпыны тұрады екен. Әкесі ащы суды ұнататын, мінезді шәлкестеу адам көрінеді. Үйде әке шешесіне қарайласып отыратын қалған қарындасы бар.
Алғашқы күні олар бізді көріп қуана қарсы алғанымен, екінші күннен бастап проблема басталып кетті. Көміріміз жоқ, шөпке трактор керек, ақша келдің бе деген әңгімелер басталып кетті. Оның үстіне қарындасы алған біраз несиесін жаба алмай отырған жайы бар екен. Қойш әйтеуір ырың-жырың әңгіме басталып кетті. Бастапқыда мен ауылға пойызбен келетінімізге таңғалып, машинаң бар еді ғой деп сұрағанымда, Саят машинасын ауылдағы інісі мініп кеткенін, қайтарда сонымен қайтатынымызды ескерткен еді. Бірақ әкесі көрші ауылдағы ағамның тойынан да қалдым. Көліктің реті болмаған соң деп отырды. Інісінің көлігі қайда сонда деп ойлап қоямын. Мәселенің мәнісі кейін белгілі болды. Саятта үйде, пәтерде, түкте жоқ болып шықты. Тек әке-шешесінің жанында қалып, осы үйде тұруға болады әрине. Машинам бар дегені де өтірік екен. Саяттың өмірінің өтіріктен құралғанын білгенімде төбемнен жай түскендей болды. Қатты ренжідім. Оның өзі сезбестен ойнап айта салғам деп ыржаң-ыржаң етеді. Алматыға келіп, жұмысымызды жалғастырып жаттық. Пәтер жалдап тұрамыз. Бірде баламды әкеліп, әпкем келіп кетпекші болды. Қалада 2 күн болып қайтты олар. Осы кезде күйеуім балама жібі түзу киім әпере алмады. Тіпті ондай нәрсе миына кіріп шықпайды-ау деймін. Бұрынғы өтірігіне әлі де ішім жылымай жүрген. Содан қатты ыза болып, оған ескертпестен жұмысқа арыз беріп шықтым да кетіп қалдым. Үйден де киім-кешек заттарымды алып тайып тұрдым. Не істесем екен деп басым қатып жүргенде саудамен айналысатын бір курстасым есіме түсіп кетті. Соны іздеп таптым. Ол мені сатушылыққа қабылдайтын болды. Аздап-аздап сауда-саттық жасап жүріп, тауарды көтерме бағамен қайдан алуға болатынын үйреніп алдым. Сөйтіп 1 тиыннан 2 тиын құрап ісім алға басты. Жылдам арада шотыма тәп-тәуір қаражат жиып үлгердім. Оқуым да бітуге таяп қалған. Тыным таппай жұмыс істеп, диплом алуға дайындалдым. Арманым ел жаққа жылжып, сол жақтан өз қалтама лайық баспана алу. Осындай ой құшағында жүргенде базардағы жүк сатушы Ернұр алдымнан шыға келді. Балқия, қарызға 5000 теңге бере тұршы, деді ол. Өңі сынық екен. Не болғанын сұрап едім. Әйелімен тұра алмай жүргенін, баласы келіп ақша сұрағандықтан соған ақша беретінін айтты. Артынан сұрастырсам, Ернұрды әйелі аз ақша әкелесін деп үйден қуып шығады екен. Ондай жайттар жалғаса бергендіктен Ернұр да үйінен безіп кетіпті. Барар жері болмаған соң базар маңындағы жалдамалы барактарда жүрген көрінеді. Қой, жүр, ең болмаса біздікіне барып, шай ішіп, жақсылап терлегін деп Ернұрды үйге алып келдім. Ол жақсылап шомылып, терлеп тұрып шай ішті. Теледидар көріп жатып, мызғып кетіпті. Оятпадым.